Сәлем достар, сіздермен қарапайым, құрамы арзан, өте жеңіл, күшті болып шығатын салаттың рецептісімен бөліскім келеді. Қонақтарыңыз келіп қалған жағдайда тез жасап дастарханыңызға қойсаңыздар да өте керемет, күшті болып шығады. Майонезсіз. Бізге 3 жұмыртқа керек болады. Пісіріп аласыздар. 2-3 есеге көбейтсеңіздер де болады. Мен мына жерде 150 грамм қатты сырдан алдым. Қатты сыр алуға тырысыңыздар. Негізі 100 граммдай саласыздар. Мен молдау салдым, 150 грамм. Сыры мол болғанын қаладым. 3 помидор керек болады. Осындай мякеттерін алып тастайсыздар. Бұл салаттың бір жері жақсы, майонезсіз, тез, асқазанға қатты тимейді, жеңіл салат. Қарапайым құрамыды. Осылай кубиктеп турап аласыздар да саласыз. Осылай жұмыртқаны да кубиктеп турап алдық. Шамалы тұз саламыз, татымына қарай. Мен осындай кинза алдым. Негізі свежий түрінен алсаңыздар болады. Жарты банка кукуруз. 2-3 ас қасық қаймақ саласыздар. Көп салып жүрмеңіздер. Осылай араластырып аламыз. Ішіне чеснок, қара бұрыш ұнатсаңыздар салуыңызға болады. Укроп, я болмаса петрушка. Өз қалауларыңыз. Отбасыларыңызға, я болмаса қонақтарыңызға жасап берсеңіздер өте керемет, күшті болып шығады. Достар, менің каналымда көптеген рецепттер бар. Қоңыраушаны басып жіберіп алмаңыздар рецепттерімді. Жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ас болсын. Сау болыңыздар. Жасап тұрыңыздар, өте керемет, қарапайым рецепттер менің каналымда.